Саламатсыздар ма, құрметті студент? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қаржы мен бизнес әлеміндегі жасанды интеллект. Бүгінгі лекция сабағымызда қаржы және бизнес саласындағы жасанды интеллект технологияларының рөлі мен маңызын қарастырамыз. Жасанды интеллект қазіргі заманда шешім қабылдау, тәуекелдерді басқару және клиенттермен жұмыс жасау процестерін түбегейлі өзгертіп жатыр. Жасанды интеллект компьютерлер мен бағдарламалардың адам тәрізді ойлау, үйрену мәселелерін шешу қабілеттерін қамтамасыз ететін технологиялар жиынтығы. Қаржы және бизнес салаларында жасанды интеллект технологиялары жылдам өзгеретін нарықтық ортада тиімді шешімдер қабылдауға көмектеседі. Бұл технологиялар шығындарды азайтуға, қызмет көрсету сапасын жақсартуға және жаңа мүмкіндіктер ашуға мүмкіндік береді. Қазіргі бәсекелестік жағдайында жасанды интеллект тиімді пайдалану бизнестің табысты болуының маңызды факторына айналды. Ойлау қабілеті, адам тәрізді логикалық ойлау және шешім үйрену қабілетіне, деректердің үлгілерді анықтау және тәжірибе жинау, мәселелерді шешу, күрделі мәселелерді талдау және ойымтайлы шешімдерді. Қазіргі экономиканың жүрегі деректер. Күн сайын миллиардтаған қаржылық транзакциялар, нарықтық талдаулар, клиенттік сұраныстар жиналады. Мұндай көлемдегі деректерді талдау мен болжауда жасанды интеллект негізгі құралға айналды. Жасанды интеллект бизнес пен қаржы әлемінде шешім қабылдауды жеңілдетеді, тәуекелдерді азайтады, клиенттерге жеке қызмет көрсетуге мүмкіндік береді, нарықтағы өзгерістерді нақты болжайды. Жасанды интеллекттің қаржы мен бизнес саласындағы маңызы. Жасанды интеллект қаржы және бизнес саласында 4 негізгі бағытта маңызды рөл атқарады. Біріншіден, ол шешім қабылдауды автоматтандырып, ірі көлемдегі деректерді талдап, адамдарға қарағанда жылдам әрі дәл шешімдер қабылдай алады. Екіншіден, тәуекелдерді басқаруда қаржы ұйымдары жасанды интеллект арқылы несиеге қабілетін, нарықтық өзгерістерді және алаяқтық әрекеттерді алдын ала анықтай алады. Үшіншіден, қайталанатын процестерді автоматтандыру арқылы бизнес тиімділігін арттырады. Төртіншіден, клиенттермен жеке қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Шешім қабылдауды автоматтандыру, ірі көлемдегі деректерді талдап, жылдам әрі дәл шешімдер қабылдау, тәуекелдерді басқару, несие қабілетін, нарықтық өзгерістерді және алаяқтық әрекеттердің алдын ала анықтау, тиімділікті арттыру, қайталанатын және уақытты көп алатын процестерді автоматтандыру. Клиенттермен жеке қарым-қатынас, клиенттердің мінез құлқын талдап, олардың қажеттіліктеріне сай ұсыныстар жасау. Қаржы саласындағы жасанды интеллекттік бағыттарына қаржылық талдау және болжам жасау. Нарықтық трендтер мен баға өзгерістерін болжау. Жасанды интеллект алгоритмдерін қолданылады. Тәуекелдерді басқару, несие төлем қабілеттілігін бағалау, алаяқтықты анықтау, алаяқтыққа қарсы жүйелер, транзакциялардың заңдылығын талдау, күдікті әрекеттерді анықтау, автоматтандырылған сауда, роботтар мен алгоритмдер арқылы қор нарығында сауда жасау, банктер мен сақтандыру компанияларында тұтынушыларға тәулік бойы көмек көрсету. Несиелік скоринг, клиенттің қаржылық тарихын талдап, несие беру туралы шешім қабылдау, қаржылық кеңес беру, инвестиция және жинақ бойынша автоматтандырылған кеңес беру. Жасанды интеллекттің қолдану салалары. Қаржы саласында жасанды интеллект қолданудың негізгі бағыттары автоматтандырылған сауда, несие беру және тәуекелдерді бағалау.
алаяқтықты анықтау және инвестициялық кеңес беру болып табылады. Бұл жүйелер минуттар мен секундтар ішінде шешім қабылдай алады. Бұл адамға қол жетімсіз. Бизнес саласында жасанды интеллект клиенттермен қарым-қатынастарды басқару, жабдықтар тізбегін басқару, маркетингтік талдау және қызметтерді басқару сияқты салаларда қолданылады. Мысалы, чат-боттар клиент сұрақтарына 24/7 жауап береді, ал жасанды интеллект жүйелері сұранысты болжау арқылы өндірістің логистиканы оңтайландырады. Қаржы саласында автоматтандырылған сауда, несие беру және тәуекелді бағалау, алаяқтықты анықтау, инвестициялық кеңес беру. Бизнес саласы клиенттермен қарым-қатынасты басқару, жабдықтар тізбегін басқару, маркетингтік талдау, қызметкерлерді басқару. Жасанды интеллект технологиялары қаржы және бизнес саласында қолданылатын жасанды интеллект технологияларының негізгі түрлері бар. Машиналық үйрену үлгілер мен заңдылықтарды анықтап, деректер негізінде болжамдар жасау және шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Табиғи тілді өңдеу, мәтін мен сөйлеуді талдау арқылы клиент пікірін электрондық хаттарда және әлеуметтік желідегі ақпараттарды өңдейді. Роботтық процестерді автоматтандыру қайталанатын бизнес процестерді автоматты түрде орындайды. Болжамдау аналитикасы нарықтық өзгерістер мен тұтынушылар мінез-құлқын алдын ала болжауға мүмкіндік береді. Жасанды интеллекттің артықшылықтарына келіп тоқталатын болсақ, қаржылық шешімдердің дәлдігі артады, тәуекел деңгейі төмендетеді, клиенттерге жекелендірілген қызмет көрсетіледі, үлкен деректерді талдау арқылы стратегияны оңтайландырады, адамдық фактор мен қателіктер азаяды, шешім қабылдау жылдамдығы жоғары. Енді қиындықтары мен этикалық мәселелеріне келіп тоқталатын болсақ, алгоритмдік бұрмалану, деректердің құпиялығы мен қауіпсіздігі мәселе, түсіндірілмейтін шешімдер, қаржылық жұмыс орындарының қысқаруы, заңнамалық және этикалық шектеулер жатады екен. Қорытындылай келе, жасанды интеллект қаржы мен бизнес саласында инновациялардың негізі болып табылады. Ол шешім қабылдауды жылдамдатып, тәуекелдерді азайтып, қызмет көрсету сапасын арттырады. Дегенмен технологияны тиімді және әділ қолдану үшін этикалық және құқықтық мәселелерді ескеру қажет. Болашақта жасанды интеллект технологиялары одан әрі дамып, қаржы және бизнес саласында жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл өзгерістерге дайын болу және технологияларды дұрыс қолдану заманауи бизнес табысты болуының кілті. Құрметті студенттер, бұл сіздерге бақылау сұрақтары. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыз.